Сәлем достар, бүгін сіздерге джем қосылған пирогтың рецептін ұсынамын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен бөлме температурасында ерітілген сары майды қант қосып араластырып аламыз. Оған бір жұмыртқа мен бір шай қасық қопсытқышты қосып, барлығын жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Енді үстіне біртіндеп ұнды қосып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қолға жабыспайтындай өте жұмсақ болуы керек. Оны пакетке салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Қамырды бір үлкен, бір кіші екі бөлікке бөлеміз. Үлкен бөлігін табанның астына қолымызбен жаямыз. Шеттерін осылай көтереміз. Шанышқының көмегімен шеттерін тегістеп шығамыз. Және ортасын тесеміз. Қамырдың кішкентай бөлігін қалыңдығы 2-3 мм болатындай етіп жұқа етіп жаямыз. Оны жіңішке жолақтарға бөлеміз. Салмасына өзіміз қалаған кез келген джем, вареньені салып, осылай бетін жолақтармен әдемілеп шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут беті қызарғанға дейін пісіреміз. Дайын болған пирогты әбден суығаннан кейін шеттерін пышақпен кесіп отырып, формадан аламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Шайларыңыз тәтті болсын. Сіздермен болған Кәмшат.